Енді мына кезекте Ақжалықты біздің аналарымызға берсек, сол аналардың құрметіне бір тамаша әуез ән болсын. Сіздер аман болыңыздар. Аналардың барлығы менің анам. Қабыл алыңыздар. Алақаның ыстық маған аялы, мәпелеген құшағыңда саялы, өзіңе деген бала махаббат құшағын мәңгі жаяды. Толы дала гүл, құшақ толы жиып алар ең. Оны жиып ап, саған ғана сыйға тартар ең. Құшақ толы дала гүлдерін, саған ғана сыйға тартар ең. Есіңде ғой мен қуанып күлгенім, ең алғашқы тәй басып жүргенім. Өзіңмен бірге жүріп мәңгілік беремін дала гүлдерін. Толы дала гүл, құшақ толы жиып алар ең. Оны жиып ап, саған ғана сыйға тартар ең. Құшақ толы дала гүлдерін, саған ғана сыйға тартар ең. Асқарлы тауларым, айбынды көлдерім, туған жер киелі ардағым. Ел деген ерлерім, қанымен жазылған арманы, ұрпағын көріп тұр егемен елімнің таңдары. Жаратып сәйгүлік мінген, жауына жасындай тиген. Жауынгер, жаһангер, көкбөрі ұрпағы жалында. Бабалар ораны атойлап тұр әлі халықта. Шақырып жарқын күн, елімнің шаттығы шалқыды. Ұстырар алтын күн, көк байрақ елімде қалқыды. Айбынды ұлына алтылаш қызығы қарады. Өркениет шыңына ұрандап ұмтылып барады. Жаратып сәйгүлік мінген, жауына жасындай тиген. Жауынгер, жаһангер, көкбөрі ұрпағы жалында. Бабалар ораны атойлап тұр әлі халықта. Сөздің басы бісміллә, бісмілләсіз іс қылма деген. Әлемдердің рабысы, патшалардың патшасы, бір Алланың атымен бастаймыз. Бүгінгі той қуаныш құтты болсын.
ниет қабыл болсын. Рахмет. Түркістаннан түлеп ұшқан талай ұлдар үш атаның қызметіне жарайын дәл. Сәлемді беру сүннет алу парыз. Ассалаумағалейкум ағайындар. Бүкіл әлемнен, Қазақстанның түкпір-түкпірінен жиналған барша бауырлар үш ата ұрпағының ауызбіршілік ынтымағы асына қош келдіңіздер. Рахмет. Енді осы жерде барша көкелеріміз, апаларымыз, үлкен қарияларымыз, баршамыз осы жерде бас қосып бүгін үлкен Түркістан қаласының азаматтары ұйымдастырған үш ата ұрпақтарымыз, бауырларымыз ұйымдастырған асқа тағы да қош келдіңіздер дейміз. Осы асты ашып беру үшін ортаға біз үлкен абыз қарияларымызды ортаға шақырғымыз келіп отыр. Жалпы қазақ деген соның ішінде үш ата ұрпақтары бұл үлкенді сыйлаған, осындай үлкен асымыз да үлкеннің бата тілегінсіз бастамаған қалыппыз ғой. Мынау жақсы сөзді жаттасаң, хат болары ақиқат. Жақсы тайды баптасаң, ат болары ақиқат. Ағайынды мақтасаң, жақ болары ақиқат. Үлкендерден баталсаң, бақ қонары ақиқат дейді. Мынау ұстары жоқ қылыштың өткірінен не пайда, бірлігі жоқ туыстың көптігінен не пайда. Ішіне адам кірмесе, сарайынан не пайда, ынтымағы жоқ болса, ағайыннан не пайда дейді ғой. Осы ағайынның ауызбіршілігі, ынтымағы жолында ерен еңбек етіп жүрген Қанжігіт көкемізді ортаға шақырып, сол кісінің бата тілегімен әдемі бүгінгі асымызды ашып алсақ. Қанжігіт көкеміз келсе, жалпы қадияны үшке бөлсек болады екенбіз. Бірінші шал десек болады. Шал деген яғни ол бір отбасының ғана қамын ойлап, кейін күйттеп жүрген азамат. Ассалаумағалейкум көке. Ал екінші ақсақал десек болады. Бұл ақсақал деген бір әулеттің, бір елдің қамын ойлап жүрген азамат десек болады. Ал абыз деген бүтін бір елдің осы бетке тұтар азаматы, мынау тентегін тезге салып, қаншама осындай үлкен астардың басында, қасында батасымен берекет артып жүрген көкелерімізді айтсақ болады екен. Осы Қанжігіт көкеміз сол көкелердің қатарына, абыз ақсақалдардың қатарына қоссақ құба-құп деп ойлаймын. Сондықтан бір қошемет жасап, Қанжығыт көкемізден бүгінгі астың, батаның алғы сөзін алсақ. Көке, қош келдіңіз, той құтты болсын, ниет қабыл болсын. Рахмет айналайын. Қадірлі ағайын, мына үш атаның ұрпағының осы Қаратаудың бөктерінде Иқан судың бойына бас қосып атқанымызға міне Құда қаласа 35 жыл болады. Сонау бағыз заманда Қоңырсоқ бабамыз осы жерде өмір сүріп, қолындағы аса таяғын шаншып кеткен жерге осыдан 35 жыл бұрын алдыңғы ағаларымыз қазық қағып, қырдың басында кесене салып, осы жерде алғашқы ас өткізіп едік. Тақыр жерге алашан төсеп, ашық жерде өткізген болатынбыз. Міне содан бері қазір 35 жыл болды. Қазір мыналарға қарасаңыздар, жұрт демалатын, сауап жинайтын, бірін-бірі көріп, дидар ғанибет жасайтын үлкен бір имандылық орталығы болды. Осының барлығы сол үш ата ағайынның ынтымағы, бірін-бірін түсініскендігі, қолында бары шамасы келгенше созып, осын жасаған дүние. Міне қазір сол 35 жылдың көлемінде Дүйсенбай ағам 10 жыл басқарды. Мен бір 24 жыл жүріппін. Қазір міне екінші жыл Тәжібек бауырым қазір ағайынның егесі. Айында көрмесең ағайын, жылында көрмесең жат дейді. Мен қазір Қоңыраттардың осындай шаруасының басында жүрмін. 32 ата Қоңырат, бәрінде осындай бабаларының еске алатын жайын жасап қойған. Жылда олар да өткендеріне Құран оқытып,
дидар ғанимет жасайды. Одан біздің айырмашылығымыз, біз Құдайдың берген жақсы күнін 2 күн пайдаланамыз. Оған келіндерді, балдарды, қыздарды ертіп келеміз. Біздің ұтқанымыз сол, бауырлар бірін-бірі танып, табысып, өшерде жүргеннің бәрін бөтеніміз екенін біліп жүр. Ұтқан жеріміз осы біздің. Ал енді біздің тарихымызды қайта-қайта айта берудің керегі жоқ. Түнде де айтып жатыр. Өшердегі нәрсенің бәрі біртіндеп болған. Жаңа айттым ғой. Қарынды жігіттер үлкен нәрсе істеп берді. Ешкім үлестен қалған жоқ. Сондықтан пәлем біреу миллиард берді, біреу 10 сом берді демеуіміз керек. Өшерде салынған дүниенің бәріне біздің үш атаның ұрпағы шамасының келгенше өзінің қол үшін созды. Бірақ дегенмен ішінде қадау-қадау жігіттер бар. Өшерді алғашқы бастағанда Баймаханов, Талғат, Бағдат деген азаматтар, мына жерде Оңғар, Аманла, марқұм болып кетті, Пернебек деген азаматтар, Ануар, осындай жігіттерді көбірек пайдаланып осы нәрсені жасағанбыз. Ал енді сонау Англиядан жүрген Бекболат бауырымыздың істеп берген дүниесі бүткіл елге айтып жүретін нәрсе. Мысалы кесенені қайып жасап берді, жарық әкеп берді. Бұрын осында мотормен күн көретін едік. Скважина қазып берді, қонақ үй салып берді, әжетхана салып берді, қарауылға үй сап берді, жол сап берді. Осының барлығын Бекболат ағайындар үшін, осы ұрпақтар үшін жасап берді. Сондықтан мен осында қызмет еткен барлық азаматтарға, атқа мініп жүрген азаматтың бәріне, өмірден өтіп кеткендердің ұрпақтарына Алланың рахмет жаусын. Ұрпақтары өссін, өнсін. Осы батаның ортасында шалқып жүре берсін деген біледі. Аумин. Енді биыл сәл аздау болып тұр, адамдар келетін шығар. Мен бір нәрсені еске салғым келеді, көп уақыттарыңызды алмайым. Біздің тарихымыз бар. Мен осыдан 10 жыл бұрын айтып едім. Екі нәрсе керек болып тұр берге. Бірінші, келгенде намаз оқитын намазхана болса. Себебі мына үлкен жолдың бойы, олай өткен, бұлай өткен жолаушы келеді, зиянат жасайды. Дәретін алып намаз оқитын жер болса деп, рахмет, жігіттердің арқасында намаз оқитын жер бар. Сосын біздің тарихты біліп жүру үшін бір музей болса деп мұрағат. Оны да салып алдық. Бірақ музей дегеннің өзінің тәртібі бар. Мен түнде тәжірибеппен біраз ақылдастым. Музейдің ішін қалыптастыру үшін музейдің мамандарын шақырып, оның іс жоспарын жасау керек. Мысалы үшін біздің үш атаның ұрпағынан мен бір-екі кісілердің атын атайын. Бізден сонау кеңес үкіметінің ар жағында үлкен батырлар шыққан. Жембет батырдан бастап алсақ, Абақ батыр, Бекбөта батыр деген. Кеңес үкіметінің ар жағында бізде болыстар болған. Нарыш болыс, Иса болыс деген. Кеңес үкімет алғашқы құрылған кездерде біздің айналдырған азғантай үш атадан 4 министр шыққан. Абдулла Жармұхамбет деген жәкеміз 1927 жылы Тәжікстанда ішкі істер министрінің бірінші ішкі істер министрі болған. Кейін Қазақстанға келіп сауда министрі болған. 1930 жылы Қазақстанның заң министрі болған. Кеңес үкіметінің кезінде 4 адам жауынгерлік қызыл ту орнын алған. Ол Совет одағының батырынан да жоғары болған. Ол Блюхер, ол Ворошилов, ол Абдулла Жармұхамбет тағы бір орыс алған. Ал енді 1946 жылы Өзбекстанда ет министрі Сарқұл Дүйсенқұл деген кісі болған. Ол кісі 54 жылдан 63 жылға дейін Қазақстанда су министрі болған. Қазір сол кісінің қызы өмірден өтіп кетті. Москвада емгуде доктор экономический наукада Элла деген қызы болатын. Мен бұларды айтып атқаным, мына музейге сол кісілердің атын жазса ұрпақ оқиды. Мысалы үшін бізде Байжанов Сырлыбек деген атамыз болған. Түркістанда туған, Арыста темір жолды басқарған, Шымкентте темір жолды басқарды, Қазақстан темір жолының бірінші орынбасары болған, министр болған кісі. Социалистік еңбек ері. Ал енді сонда бізде социалистік еңбек ері
Өрғазиевтер болған жәкеміз, Өрғазы жәкеміз, Көштен көкеміз, Мінайдар көкеміз болған. Міне осы музейге осындай кісілердің атын, суретін жазып қою керек. Музейдің мақсаты қазіргі мен сияқты, мысалы үшін мен қызметте болсам мені жазбасын, мен қызметтен кеткесін жазу керек. Бұл музей, газет, телевидение емес бұл. Бұл мұрағат. Иә, бізде мысалы үшін осы Түркістаннан шыққан ағайынды Еренттер деген болған. Ерен Сейдал деген ағамыз Ташкенттің университетін бітірген, заң ғылымының докторы, Қазақстандағы 3 адам академик болған заңнан. Біреуі Салық Зиманов, біреуі Сартаев, біреуі Ерен Сейдал. Біле ме осын жастар? Білмейді. Ерен Уәдуәлі деген ағамыз болған. Қазақстанда кәсіптік техникалық оқу деген комитет болған, министр. Соны істеген оғысы. Кейін оғысының орнына Жандосов деген бар. Міне біздің азғандай дейміз ғой, мысалы басқалармен салыстырғанда санымыз аздау. Бізден осындай кісілер шыққан. Бізден білесіздер, СССР жоғарғы кеңесінің депутаты Бибігүл Төлебаева деген апамыз шыққан. Білеміз бұны, көп адам білмейді, қазір ұмытып кетті. Созақтан Жартөбе совхозына қойшы болған. Иә, мәжілістің депутаты Нұрбақ бар, кешегі Шалатай ағаларымыз бар. Сондықтан мынау Тәжібек айналайын, осы музейдің жұмысын жүйелеп, жұрт келген адам көретіндей жасау керек. Спорттың қанша бізде жеңімпаздары бар. Мемлекеттің басшысы шетелге барса, 2 адамға ту көтеріледі. Бірінші президентке, екінші спорттың жеңімпазына. Бізде бар ғой, Біржан деген азаматымыз бар. Олимпиаданың күміс жүлдегері мысалы үшін. Қандай өнердің адамдары бар. Сонау Америкада қазір Марат жүр. Кеше біз осы ағайындар бүткіл Қазақстанда 1000 адам қатысқан тойға барып келдік. Сәкен Майғазиев деген бүткіл қазір дүниежүзі танитын біздің алтындай бауырымыз бар. Төлжанбек жүр қазір мысалы үшін. Міне музейге осыларды қойсақ, мына жастар оқиды. Мысалы үшін, осындай бабамыз болған екен, осындай атамыз болған екен дейді. Бізде Бұхараны оқыған молдалар бар. Мешіт медресе ұстаған жаңағы ғұламалар бар. Баяғыда Бұхарада кім оқитын еді? Жағдайы бар, басы хат істейтін, сауаты бар адам Бұхарада оқитын. Ой, пәленше Бұхарада оқып кепті дейтін. Мысалы үшін кеше кеңес үкіметінің кезінде ілуден біреу адаманы қажыға баратын. Қазіргі дейміз ғой, самолетке азанда барып кешке қайтатын. Қажы санаулы болатын. Сол қажылардың атын жазып қойсақ, балдар біледі. Ол қажының ұрпағы кім екенін біледі. Мен осыны еске салайын деп едім. Ал енді жылда ас ішіп, дидарласып қайта берген емес, ұрпақ бірін-бірі білсе деймін. Сондықтан мен бәрілеріңізге Алланың нұры жаусын, Құдай ынтымақты жоғалтпасын. Мына атқа мінген жігіттерге, тақымдары мықты болсын, артынан ағайындар ере беретін болсын. Артық ауыз әңгіменің бәрін тастау керек. Елдің ынтымағы үшін жұмыс істеуіміз керек. Құдайға шүкір жақсымыз қазір. Бұлай саралап қарасаңыздар, біздің тәуір жігіттер әр жерде жүр. Қаншама бізде ғылым докторы бар, қаншама ғылым кандидаты бар, ақындар бар, жазушылар бар, редакторлар бар бізде. Күйшілер бар, бишілер бар дегендей. Міне ұрпақ соны білу керек. Бірақ нәрсе айтайын, мысалы үшін қазіргі коммерсант баяғы 1000 қойы бар байлар. Бізде болған ғой сондай кісілер. Сол ұрпағы бар. Солардың суретті алмаса жазып қою керек. Біздің Үшатадан шыққан, елге пайдасы тиген, сол заманның кәсіпкері деп. Дұрыс па ағайындар? Мен осыны еске салайын деп. Сондықтан Тәжібек айналайын, мына жұмысыңа береке берсін. Әлем Түркістанға ағайындар. Керемет, міне бүгін ағайынға кешелі бері жұмыс істеп жатсыңдар. Жігіттер, қыздар, келіндер барлығы. Мына тірліктерге береке берсін. Еңбектерің жансын. Мына елдің берген батасы сіздерге 1000 есе боп қайтсын. Ынтымағымыз жоғалмасын, деніміз сау болсын, патшаға сабыр берсін. Мынау аналарымыз, қыздарымыз аман болсын, ұрпағымыз көбейсін. Құдай бәле-жалатын аулақ қып, осы ойнап, күліп, осы жылда осы жерде бас қосып, келмегендерді шақырып, мынаны көрсетіп тұрайық. Аумин, Аллаху акбар. Рахмет көке, рахмет. Кеудеңіз толған тарих екен көке.
Құдай қаласа осы үш ата ұрпақтар үшін, Қоңырат ел үшін, Құдай қаласа Қазақстан үшін сіз керек адамсыз. Жасай беріңіз. Құдай қаласа өміріңіздің соңына дейін осы елге жасаған еңбегіңізді ел біле берсін дейміз. Рахмет. Ешқашан жамандық көрмеңіз. Биікке қарай өрлеңіз. Аллах тағалам жас берсе 120-ға жетпей өлмеңіз. Көке, әрқашан осылай жарқырап жүріңіз, ешқашан сөнбеңіз дейміз. Ұрпақтарыңызбен мың жасаңыздар дейміз. Рахмет. Әдемі тарихты қозғап, сонау қарға тамырлы қазақтың ішіндегі қаймақтарын айтып өткен Қанжығыт көкеме бір қолдау көрсетіп, қошемет жасап қойыңыздар. Осындай абыз ақсақалдарымыз сөнбесін. Рахмет. Енді осы жерде бірнеше спорттық жарыстар бар, тағы да ескертіп жатырмыз. Спорттық жарыстарға қатысам деген азаматтар болса, мына жаққа тізімге келіп жазылыңыздар. Енді арнайы әдемі асты бүгінгі ниетімізді Алла қабыл етсін дейміз. Осы асты Қанжығыт көкеміз әдемелеп ашып берді. Артынан бір ән шашу болсын. Қолдау көрсетіп, қошемет жасап, Талғат ағамды ортаға шақырайын. Тәке. Suyedip durup, adam suyedip şarba
bebel palvon o'tirar. Qizil bebel palvon Sozak. Bulaydan turmadın ba? Bizga ыңғайсыз. Bulaydan tursаңыздаршы, biz Vaqt berme, vaqt. vaqt var. Vaqt telefon. Şavuldir Sozak. Alipov Muxtar Yermaxan dayındalsın. Bak kişkanday bolar abayla odunda şettegiler. Жібермей тұр ғой, жібермей. Hadi sabahsız. Kim bırakın? Basta. Жарты пай Kişkantaylar abaylanlar şettegi ballar. To'xta. Palvonlar Palvonga da eskirtuv, Respublika o'tgan uchun. 2 minut o'tib oldi. Basta. Palvonlar teng. Hoppa. Yasayında. Tart. Tart bildin. Hey, fırsat tart. To'xta. O'rta kelamiz. Hadi sabas. Basta. O'rtaga, palvon, o'rtaga. To'xta. O'rta kelamiz. Basta. Basta. O'rta. Basta. Şettegi abaylanızlar. Kishkanda bol. So'nggi 30 sekund palvonlar teng. Ikkovindagi bir eskertuv bor. Vaqt. Vaqt. O'rtaga kesiga kel, palvon. Bedesem sırası vaqt yo'q kengizdir. Kemal vaqt yo'q. Birga 1 minut qo'y. Ya, kaç qo'ydim. Bir bol ostidan, bir bol ustidan bol. Qizil tangdaydi o. 1 minut to'xtash kim? To'xta deydi. Yo'q, Aybol. Ikkovingda oyoqingdan chechindish. Kimning qo'li chiqsa, tizesi tiysa, qizil kilemdan chiqатын bo'lsa, utiladi.
Егер 1 минутта тең тұрса, салмағы жеңіл. Айсман өрге. Дайын. Баста. Тоқ жеңді. Тоқ жесіді бір жең. Майда болды. Өрге айтып берсей. Жеңіске отырар жетті. Айтып берсей. Да, көк қызылбеле палуан Алипов Мұхтар, көкбеле палуан Ермахан. Баста. Таза. 5 секундта жеңіске Алипов Мұхтар жетті. Баста. Да, Төрткөл Түркістан палуандары ортада. Білдеті не болады деген болса? Сөйлесін айтпады бізге. Ақсанаған шешеді, анау аржық білген. Баста. Жеңіс 50 секундта Алмас жеңіске жетті. Түркістан қаласы. Оңалхан. Серге қали құлау Ай бабам. Баста. Оңалхан Қуандық ортада. Үздік 4-ке күреседі. Алипов Асылбек дайындалып тұрсын. Әд сапасыз. Баста. Жаспандар шетке. Отырамыз да шетке. Орта келеді. Баста. Бір палуанға ескерті сұлу өскен үшін. Баста. Техникалық жеңіс Қуандық. Жоқ көрсің бе? Алқылма. Баста. Жартылай жеңіс. Баста. Тоқта. Баста.
Ya kızı bilmeyecek. Kızı sırada. Sırada kızı. Ayağım kurtar. Ayağım kurtar. Soğunғы minut жарқылай жеңіс пен Қызылбек палуан алда келеді. Atışsa bas. İşbel tuttu. Kamera var, kamera. Kamera var mı? Kamera var mı? Kamera. 20 секунд уақыт бар. Basta. Көп күресіп қал енді. Аз ғана басымдылықпен жеңіске қуандық жетті. Лемге шақырылады. Basta. Палуандарға қошемет көрсетіп қойайық. Basta. Көрімен алмақ дедім ағы. Doktor. Жамбасов көкпелел палуаны. Hadi. Doktor. Cambaz atısı. Жамбасов көкпелел палуаны. Ortaya gelin. Basta. Remzo da Remzo. Orada. Arta. Doktor. Tamam, dinler, kamandana. Жігіттерді қызылдан астына қойыңдаршы желательно. Basta. Жамбасов көкпелел палуанға. Cambaz atısı. Ortaya gelin. Basta. Екі минут уақыт қалды. Үш Жамбасов мен көкпелел палуан алда келеді. Қошемет көрсетіп қойыңыздар. Керемет күрес бар. Tarp. Doktor. Жамбас. Cambaz atısı. Тоқтатамыз. Жеңіске Асылбек жетті. Алмаз. Түркістан қаласы. Aktayım ben. Basta. Алмаз қазақ күресінің спорт шебері, қазақ күресінің жаттықтырушысы, бірнеше дүркін Қазақстан чемпионы. Қошемет көрсетіп қойыңыздар. Basta.
Таза жеңіс. 45 секундта жеңіске Алмас жетті. Ha barakalla. Hayır bak. Basta. Әлемде соза отырар. Қошемет көрсетіп қойыңыздар. Basta. Basta. Давай, Абзал! Beş sekundda жеңіске Дәмен жетті. Bozak. Құлбек. Baklayamıyor. Basta. Так, кішкентайлар абайландасын арен. Жақсы бастақ. Мен қарап. Қинап қоямыз ғой. Кенді оғапыр ғой. Allah kırama geldi. O da verecekten cenk çıkıyor. Basta. Bakasa. Doktor. Hadi sabahsız. Ota gelir. Basta. Bakasa. Bakasa. Doktor. Hadi sabahsız. Ota gelir salonda. Basta. Doktor. Basta. Алуандар тең. 2-ші минут. Ana oldu? Gel, gözüne gel. Ұтқан палуан сайысқа жолданмалады. Basta. Gitti. Vur. Vur. Doktor. Hadi sabahsız. Nasıl? Yolun zafatına şirketini sola. Basta. Oma, ебать, Güzel salonda güzel. Doktor. Hadi sabahsız. Ota gelir. Basta. Соңғы минут. Палуандар тең. Ama yerге аттен келіп 1 минут бар. Bir жүгіз, көз давай. Әкет. Doktor. Ota gelir. Basta. Давай. Секунд. Doktor. Ota gelir. Basta. Кішкентайлар қараңдар.
To'xta. To'xta. Al o'tiramiz, sen uloq ko'ringlar. O'tiraverasiz. Basta. To'xta. Atsa bas. O'tiraverasiz. Vaqt, palvonlar tek, beldeset. Eskерту жоқ қой екенде. Қолы шыққан, тез тиген, сары кілемнен шыққан палуан ұтылады. Абай, сол сары дұрыс шығар, е? Ортаға қойса онда ортаға. Ортаға қой. Basta. İter артқа давай. Толстой графтары. Кішкентайлар, абайлаңдар, ат жібереді екен арғырап. Артында шеттен артындар. Көтер. Палуан. Zaman yok, doğru. Yekmek. Vallahi şimdi böyle işimiz yok. Келсесіңдер белдесуге. Ағайындар көрмейді. Алдым Көрсетіп ма деген бөтен ол. Жоқ, бөтен жер емес қой. Абай, бөтен жер емес. Нариян өзіміз. Мынада кәші, мына жақта қызылдың жақыны, мына жаққа болса, мына жақтың жақыны, мына жаққа болса, көп шешілмейді. Жоқ, қазір әңгіме сондай болып тұр. Хабарсыз. Жоқ, бөтен жер емес қой өзіміздің әулет қой әкесі өзіміз айтып тұрыз кезі. Жоқ, мен таза бермек жаным. Екі жағынан екі түрлі бар. Телефон дәл алдынан көріп тұрғын ғой, дәл алдынан. Болды. Таза, hadi. Ondan meyaqta 5 saatten 5 saatten jarışın. Başka жоқ қой. Тұрғындардың 20 бала тұрған. Болды, дауласпаңдар. Жоқ, ондай нәрсе жоқ. Жиен, бұны бәрі көрсін керек. Тек қана шата деген нәрсе жоқ. Ондай нәрсе жоқ. Қойраланақ десе болды. Уақыт болды. Белесесіздер. Камераға түсіріп жақшылап. Жан-жағынан түсірдік, жан-жағынан. Камерадан көріп. Келдестік. Тауқымай өз, қалай? Көз бар ғой. Ставасын аспа, ставласындар ғой, үйген бір-бірін. Я кетті. Баста. Gel, taza болды да. Қуанды. Осылай жеу керек қой. Абзал. Форумда келсең.
Қызылбек балуан дәмен балуан ұтқаны ақ сайысқа жолдама алады. Асылбек ішке күреседі екен, дайындалсын Асылбек. Асылбек Түркістан. Жеңілген. Bravo Cengiz. 15 sekundda Cengiz'e Almas balon жетті. Ақ сайысқа жолдама. Балуандар 3-ші орын үшін күреседі. Телефонға түсіп тұрыңыздар. Yine görüyorum. Burun beni yakta turmanınızda iyi görüyorum. Ağzından o altta görüyorum. Al, koşemet koşet koyunuzlar balonlarga. Yasadım gel. Şu, koşet bir koşet. At sabas. Ozak Türkistan. Basta. Basta. Давай, Дармен. Алға бер баққа істесей. Cengiz'e dәмен жетіп осы асты 3-ші орын иеленді. Ақтық сайыс. Асылбек. Basta. Келесі жыл Түркістанда күресіп Çok zengin, çok zengin. Cengiz'e Almas жетіп астың чемпионы атанды. Түркістан қаласы. Осы жерде бірнеше көкелеріміз, ағаларымыз бар. Сол кісілерді ортаға шақырып, бір-екі жылы лебіздерін тыңдасақ, жүректің түбінде жатқан әдемі сөздерін алсақ деп тұрмыз. Осы ортаға осы үш ата ұрпақтарының президенті Тәжібек ағамды шақырсам ортаға, және де осы үш ата ұрпақтарының ынтымағы жолында жүрген үш ата биі Қабылан ағамызды, және де Бақытжан ағамызды, және де Аманолла ағаларымызды, осы 4 кісіні ортаға қолдау қошеметтеріңізбен ортаға шақырсам. Құрметті президент Тәжібек ағамыз, Аманолла ағамыз, қош келдіңіздер. Құдай қаласа мынау үлкен ауызбіршілік ынтымақ асы, барша асқа қатысып отырған барша көкелеріміз, ағаларымызға қош келдіңіздер дейміз. Ниет қабыл болсын. Әдемі үлкен астың үстінде жалпы әрбір ағайынның, әрбір бауырдың осы жүрген қызметін, осы үш ата ұрпақтарына деп жатқан еткен еңбегін, сіңірген тірліктерін айтып өтсек, атап өтсек, себебі әрбір адамға бір көңіліне жақсы бір қуаныш сыйласақ, оның өзі көп деген медеу. Сондықтан келесі жылға осындай үлкен астарға бел шешіп қатысады. Осы үлкен асымыздың үстінде енді осы жерде марапаттарымызды табыстап өтсек.
Құрметті көкелеріміз, енді осы жерде үлкен абыз ақсақалдарымызды арнайы марапатымыз бар, медальдарымыз бар. Сол кісілерді қазір шетінен ортаға шақырамыз. Осы жерде болсаңыздар көкелеріміз, біртіндеп келе берсеңіздер. Кентау қаласы Құрманбеков Жолдыбай көкеміз, Қожахметұлы, абыз қариямыз. Бір қолдау көрсетіп, қошемет жасап отырсақ, абыз көкеміз, қариямыз, Құрманбеков Жолдыбай Қожахметұлы, Кентау қаласынан. Жабанов Сұлтанбек Бейсенбіұлы, құрметті азаматымыз. Және де Созақ ауданынан келген көкеміз Қожабай Аязбай абыз қариямыз. Аязбай Қожабай абыз қариямыз келсе ортаға. Беркінбай Ниетқабыл Беркінбайұлы, құрметті азамат. Созақ ауданы. Және де Астана қаласынан Теңізбай Жұмабай Файзрахманұлы, абыз қариямыз. Астана қаласынан және де Әуенов Өмір Әуенұлы, құрметті азамат. Алматы қаласынан Мәтебаев Жолдасбек Әлімбетұлы, абыз қариямыз. Және де Үсенбаев Серік Жүсіпұлы, Алматы қаласынан, құрметті азамат. Келмеді мақсы. Мақтарал ауданынан Алматыдан Дуанай Еркін ағамыз. Келмеген ба көкелеріміз, әрмен қарай айта берейік. Мақтарал ауданы Құрманалиев Әмірхан, абыз ақсақалымыз. Және де осы Мақтарал ауданы Сәмбетов Дүйсен Дәулетұлы, құрметті азамат. Арыс қаласынан келіп жатқан көкелеріміз Ахметов Төрегелді, абыз қариямыз. О кісі де жоқ па? Қадырбеков Шәріпбек, құрметті азамат, Арыс қаласы. Келе қойыңыздар, құрметті көкелеріміз, ағаларымыз. Қолдау көрсетіп қойық, шаршамайық. Ордабасы ауданынан Өмірбай ұлы Қыдырәлі, абыз қариямыз. Және де Қарабеков Бейсенбай Дүйсекұлы, құрметті азамат. Ордабасы ауданы. Өмірбай ұлы Қыдырәлі көкеміз, абыз қариямыз келе жатыр. Келіңіз көке. Қолдау көрсетіп қойық, құрмет көрсетіп қойық абыздарымызға, ақсақалдарымызға. Қарабеков Бейсенбай Дүйсекұлы, құрметті азамат. Әрмен қарай Шымкент қаласынан Нұрымбет Алшынбек Мейірбекұлы, абыз қариямыз. Және де Елшібаев Ақылбек Кулишевич, құрметті азамат, Шымкент қаласынан. Және де Сарыағаш ауданынан
Алтайбаев Қалдыбай Жолдыбайұлы, Абыз қариямыз, Сарыағаш ауданы. Және де Ерназаров Сапарбай Әбутәліпұлы, құрметті азамат, Сарыағаш. Әрмен қарай Шардара Таласбай Кәрібайұлы, құрметті азаматымыз. Және де Рахымбердиев Шерахмет Рахымбердіұлы, Абыз қариямыз. Қолдау көрсетіп отырайық. Қолдау көрсетіп отырайық. Қошемет жасап отырайық. Үлкендеріміз, ақсақалдарымызға. Рахымбердиев Шерахмет Рахымбердіұлы көкеміз, Абыз ақсақалымыз. Түркістан қаласы, құрметті азаматымыз. Айтуғанов Ырысбай көкеміз. Және де Төлегенов Марат Диханбайұлы. Қарашбай Оспан көкеміз. Түркістан қаласы, құрметті азаматтарымыз. Абыз қариямыз. Найзабеков Бектұрсын көкеміз. Түркістан қаласы. Отырар ауданынан Мінайдаров Тұрсынбай, құрметті азаматымыз. Және де осы Отырардан Тасболат ұлы Нұрмахан ағамыз, Абыз қариямыз көкеміз. Мінекей, үш ата ұрпақтарының көшін алға сүйреп жүрген үлкен қарияларымыз, абыз ақсақалдарымыз, және де осы әрбір іске бел шешіп қатысып жүрген үлкен ағаларымыз, азаматтар келіп отыр. Мінекей бір қолдау көрсетіп, марапаттары құтты болсын, төс белгілері құтты болсын деп қолдау көрсетіп қойсаңыздар. Құрметті көкелер, ағалар, құтты болсын, Құдай құтты қылсын, Құдай қаласа. Осы елге, ұрпаққа жасап жатқан еңбектеріңізді ел елі берсін. Мінекей, құрметті азамат Айтуғанов Ырысбай көкеміз келді. Болдық па? Тәртіпке бағынған құл болмас, тәртіпсіз ел болмас дейді. Мына жерде кішкене ағаларымыз, сәл алға тұрыңыздар. Алға тұрыңыздар. Сіз көрінбей қалған жоқсыз ба, көкелеріміз? Сәл алға тұрыңыздар. Әдемі бір естелік фото болсын. Ертең ұрпақтарға айтып отыратын, немере шөберелерге айтып отыратын әдемі бір естелік фото болсын, тарих болсын. Бір құдірет бізді өмірге жолдайды, біз өмірді түсінбейміз сол қайғы. Туа сала таудай бақыт күтеміз, ал шынында бақыт үлкен болмайды. Лүпіліндей, тамырындай шекенің, жеке тәулік, жеке сағат, жеке күн үлгермейміз, түсініп те байқап та кейбір сәттің нағыз бақыт екенін дейді. Осындай бақытты сәттеріңіз көп болсын. Арнайы осы үш ата президенті Тәжібек көкемізден бір жақсы алғыс сөз сұрайық. Құрметті ағайындар, өздеріңіз білетіндей, биылғы 5 сәуірде осы имандылық орталығында біз жиналған болатынбыз. Сонда төрағалар, билер, жалпы басшылық құрам қатысқан болатын. Сол жерде біздер осы мына төрағалар, ауданның төрағалары, жаңа айтқан құрметті азамат Абыз ақсақалымызды біздің орталыққа ұсынады. Солардың ұсынысымен біз жинақтап осы жылына бір рет осы үлкен аста беретін болып келіскенбіз. Міне өздеріңіз көрдіңіздер, төрағалардың өздері де түгел емес, кейбіреулері жоқ. Және де құрметті төрағалар өздеріңіз ұсынған жаңағы азамат Абыз ақсақалдар құрметті азаматты міндетті түрде ертіп келулеріңіз керек еді. Сондықтан да құлақтарыңызға алтын сырға бұдан былай қарап келесі жылы міндетті түрде төрағалар, билер түгел қатысу керек. Жаңа айтқан өзінің ұсынған азаматтарын ертіп келіп осында салтанатты түрде табысталу керек еді. Бұл кішкене сондай
өтініш сіздерден, және де бұдан былай қарап біз келістік. Жаңағы айтқан биыл 25 жылы мысалы әр ауданнан бір құрметті азамат, бір ақсақалымыз жаңағы өздерінің төсбелгілерін алды. Енді бұдан былай қарап біз оны міндетті түрде кітапқа енгізіп, арнайы кітапқа енгізіп, 25 жылы қай ауданнан кім алды, соны жаңағы айтқан музейге қойып қойылатын боламыз. Өйткені келіп соның ұрпақтары, балалары музейді аралаған кезде міне менің атам, менің әкем, мына пәленші жылы осында құрметті азамат алған екен, абыз ақсақал болған екен деген сияқты сол ертең өнеге болады. Сондықтан да сіздерге тағы да алтын сырға жаңағы айтқан өтінішті қабыл алсаңыздар. Құрметті азаматтар, мынау Құда қаласа үш ата ұрпақтарының бірлігі ынтымағы берсін, осы үрдісіміз ары қарап жалғасын таба берсін. Той боласын дейді. Неге бір көкеміз сәл кешігіп қалған екен. Көкемізге тағы да бір медаль құтты болсын, абыз ақсақал құтты болсын деп неге бір қошемет жасап қояйық. Көке, қош келдіңіз. Құрбаналиев Әмірхан көкеміз. Сарыағаш ауданынан келіп отыр. Үш ата ұрпақтарының абыз ақсақалы. Неге көке, медаль құтты болсын. Мақтарал. Шатастыр жіберіңіз olur mu? Bir естелік фото болсын, түсіп алыңыздар. Құрметті ағайындар, енді даурығудың керегі жоқ, бірақ араларыңызда бір сынықшы болса, ар жақтағы күресіп жатқан бір бауырымыздың иығы шығып кеткен екен. Соған сол жөн жосығын білетін азаматтар болса, ағаларымыз, көкелеріміз болса, осы жиылуымен бүгінгі асымызда беріп жатқан жайымыз бар. Осы астың алдында осы үрдіс болсын деген ниетпен осы спортқа да көңіл бөлейік. Осы үш ата ұрпақтарының ішінде қаншама футболдан, жаңағы айтып жатырмыз ғой, күрестен, қаншама олимпиадалардан жеңімпаз атанып жүрген бауырларымыз бар. Сол бауырларымыздың арасында арнайы бір апта бұрын футболдан осы үш ата ұрпақтарының бүкіл Қазақстан бойынша кіші футболдан турнир ұйымдастырған едік. Көке, келіңіз. Ассалаумағалейкум. Алматыдан келген Дуанаев Еркін көкеміз, абыз ақсақалымыз. Алматыдан келген абыз ақсақалымыз Дуанаев Еркін көкемізге арнайы абыз ақсақал медалі. Бір қолдау көрсетіп, қошемет жасап қойсақ, бауырымыз, бір-бірімізге ағайын біз қолдау. Астанадан келген және де бір көкеміз сәл кешіп қалған екен. Әуенов Өмір Әуенұлы көкеміз, үш ата бірлестігінің арнайы абыз ақсақалы. Құрметті азаматы, келіңіз, Өмір көкеміз. Алған марапаттарымыз құтты болсын, көкелеріміз, ағаларымыз. Марапат құтты болсын, көкелеріміз, ағаларымыз. Арнайы Еркін көкемізден бір ауыз лебіз алайық. Көке, қош келдіңіз. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллах, я Аллаға бауырларымызбен аман есен қауыстырғанына биылғы жылға мың шүкір. Қымбатты туыстар, құрметті ағайын, мына бізге беріп отқан марапат бізге құрмет болғанымен біз үшін үлкен жауапкершілік. Кеше айтылғандай, қазақта шалшауған көп, абыз аз деп айтылды ғой. Сол себепті мынау абыздықтың жауапкершілікті, абыздықтың жүгі артылар міндеті өте зор. Енді бауырларымыз сенім білдіріп, осындай құрметке
ие болып жатқаннан кейін бұл марапатты алмай да тұрып, есілдердім, арманым, ой тілегім кешегі аталарымыздың аманатына адал болайық. Аталарымыздың антын жүрегімізде сақтайық. Үш атаның ынтымағы мен бірлігінде қолымыздан келгенше қызмет жасайық деген ниетте болдық және де бола береміз. Балалардың балалары бірін-бірі батыр дейді, бірін-бірі құрметтеп, бірін-бірі қошеметтейді. Сол себепті мынау атақ біріміз көтеріліп жатқанымыз сол ағайындықтың, туыстықтың, ізгі ниеттің белгісі. Олай болса ортамыздан шыққан басшыларымызды құрметтей отырып, біріміз қадірлей отырып, осы өмір жалғаса береді. Осыдан 30 жыл бұрын мен әкем әйлесіпкен кезде осы жерде азғана қауым береді. Мінекей бүгін енді сол ақсақалдық дәрежеге жетіп, осыдан менің балаларым келіп отыр. Олай болатын болса өмірдің заңдылығы бір толқын кетеді, бір толқын орнына қайта келеді. Сол бір толқынды құрметтеп, жалғастық тауып, арамызда бірлік ынтымақ болып, жақсы күндерде кездесе берейік. Мына Тәкен бауырымыз кеше байқадық. Сөздің адам емес, істің адам екенін дәлелдеді. Уақыт келеді ерте бір күндері ұлтарақта жерге таласатын уақыт болады. Ұлтарақта жер қымбатқа түсетін уақыт болады. Сол себепті мына ата-бабамыздың бастаған жерін әдемілеп, қағазға түсіріп, заңдастырып, керемет тірліктер істеп жатыр екенсіз, айналайын түр. Бауырым, Алла сіңе береке берсін, деніңе саулық берсін. Жан-жағында біз қамқоршың боп, қанатың боп, бірге ынтымақта жүре берейік. Бүгінгі асып жатқан түркістандық бауырларымызға Алла тағала дендеріне саулық берсін. Істеп жатқан жұмысымызға Алла абырой берсін. Асымыз адалынан болып, құрандарымыз ата-бабаларымызға, үш атаның рухына тие берсін. Амин. Аллаху акбар. Көп рахмет. Бәрекелді көке, рахмет. Дұрыс айтып жатырсыз. Бір адаммен тірлік бітпейді, көпшілікпен бітетін тірлік. Сол бір адамның артына барлығымыз қанат болып жиналсақ, сол бір адамның айтқанына, сөзіне тұрсақ деп жатыр ғой көкем. Өте дұрыс айтып жатыр. Құдай қаласа мынау марапат алған абыз ақсақалдарымыз, құрметті азамат алған көкелеріміз, Құдай қаласа марапаттарыңыз, құрметтеріңіз құтты болсын дейміз. Жақсылап бір қошемет жасап қояйық осы кісілерге. Осы үш ата ұрпақтарының ауызбіршілік ынтымағы жолында талмай, шаршамай еңбектеріңіз жана берсін дейміз. Енді жаңа айтып өттік, осыдан бір апта бұрын кеше футболдан бүкіл әлем бойынша десек те болады, бүкіл әлем бойынша үш ата ұрпақтарының кеше футболдан турнирі болған болатын. Сол жерде кім жеңімпаз атанды, кім қайсыншы орын алды, сол жайында осы Түркістан қаласы үш ата ұрпақтарының биі президенті Мақсат ағамды ортаға шақырсам, осы кісі жік етіп барлығын бөліп айтып берсе. Мақсат аға, ниет қабыл болсын, той құтты болсын. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Құдай қаласа мынау биылғы астың кезегі біздегі Түркістандағы ағайындарға бұйырған екен. Қателік болса кешірім сұраймыз. Енді барынша қолымыздан келгенше сіздерді құрметтеп, қошеметтеп күтіп жатқан жағдайымыз бар. Соны жылдағы асымыздың форматын сәл өзгертіп, спорттық шараларды қоссақ па деген ой болды. Содан бір футболдан, бәрі футбол дейді, енді күреспесе де. Сол себептен футболдан жарыс өткіздік. 12 команда құралды, үш атадан. Бір аптаның төңірегінде. Содан футболдан жарыс өтіп, соның ішінде бірінші, екінші, үшінші және төртінші орындарға марапатымыз бар. Құдай қаласа әр командада белсенді жүрген азаматтарға осы жерде грамотымыз бар. Жаңа ана кеш Мәлік грамоталар жоқ, грамоталар белсенділер. Сен айтып тұр. Мегаполис командасын дайындап келген арамызда жүрген Бауыржан Сүлейменов бауырымыз келсе. Бәрекелді. Қол қошемет көрсетіп отырайық мына бауырларымызға. Қолдау көрсетейік, қошемет жасайық. Арнайы бір апта бұрын кіші футболдан өткен турнирде жеңімпаз атанған командаларға.
Түркістан командасын құрған Қарашбаев Самат бауырымыз. Самат. Енді аға, бір мен мына жерде алғы сөзін айтып өтсем, диплом арнайы Түркістандық ұшат ұрпақтарының ұйымдастыруымен өткен кіші футболдан белсенділік танытқаны үшін Данияр Қашқынбаев Арыс қаласынан мінеге марапатталады. Данияр кел, Данияр. Дәл осы мәтінде үздік қақпашы Отырар командасынан команданы құрбап келген Талапжан бауырымыз. Талапжан. Кетау командасын құрбап келген Ерсұлтан Бапсұлтанұлы. Шымқала командасын құрбап келген Берік Нұрымбет. Финалға үздік болып шыққан командалардың бірі Шолақорған командасын Асылбек бауырымыз алып келді. Асылбек. Ерғазы ағамыз Қаратау командасынан. Ерғазы. Тұран командасынан Ғалымжан. Гака Бұрақтан. Ғалымжан. Балдабет қайда? Үздік ойыншымен номинациясымен Аманғали Аймұрзаев марапатталады. Көкеміз, ақсақалымыз, ардагер ағамыз 37 жасында футбол тастаған, бірақ 70-ке дейін ойнап келеді әлі. Үлгісіз аға. Арнайы Аманғали көкемізге бір қолдау көрсетіп, қошемет жасайық. 73 жаста осындай. Үздік қақпашы Жақсылық Матипаев. Қақпашы, үздік қақпашы. Алтын қолғап иегері. Мыналар енді келмеген сияқты. Көкарал. Жоқ па? Енді ойынның барысында біреу үздік, біреу кем болған жоқ. Дұрыс па, Аманғали ағамыз? Ойын тартысты болды, ең мықтылар келген екен. Сонымен финалда бірақ Түркістан мен Мегаполис ойнады. Барысын айтып өтейік енді, сәл жасырын болмасын. Түркістан командасы ұттық, бірақ бірінші, екінші, үшінші орындардың бәрін қонақ сыйлаған еліміз, ағаларымыз, бауырларымыз сыйлап, үшінші орынды Отырар командасы алды. Ой, бәрекелді, Отырар командасы арнайы кіші футболдан Үшат ұрпақтарының ұйымдастыруымен Отырар командасы. Үшінші орынды, үшінші командасы. жастар жоқ па? Айқайлап қойғылай. Той ғой бұл, той. Ай, бәрекелді. Сөйтіп қойсаңыздаршы. Құтты болсын бауырларымыз. Құтты болсын. Екінші орынды Шолақорған командасы. Азылбек. Шолақорған командасы. Келіңіздер, қолдау көрсетейік бауырларымызға. Екінші орын. Осы жерде Аружан деген сынықшы қарындасымыз бар екен. Тез көмек көрсетіп жіберсеңіздерші. Аружан деген қарындасымыз бар. Екінші орынның призі айтқан бойынша. Енді бірінші орынды
ағамыз ертпеген Мегаполис командасы бірінші орын алды. Мегаполис командасы Аманғали көкеміз бастап келген. Арнайы кубок. Тамаша, тамаша. Шымкенттік бауырларымызға қолдау көрсетейік. Қошемет жасайық. Тамаша, тамаша. Бірінші орынды конверті. Арнайы Аманғали көкеміз көке құтты болсын. Аманғали аға, өзіңіз енді спортта жүрген спортсмен адамсыз, өзіңіз тілегіңізді айтып өтсеңіз. Құрметті ағайын, құтты болсын кезекті дәстүрлі асымыз. Жаңа Қанжығыт ағамыз керемет бүкіл тарихын, осы бас қосудың, осы астың бүкіл тарихын айтып кетті. Ол оңай тірлік емес. Басында 25 жылдың ішінде, 30 жылдың ішінде небір көкелеріміз еңбек етті. Осындай елдің бірлігіне, ынтымағына, үшадан ұрпақтары осындай жерде керемет табиғаттың аясында кездесуге. Енді жылда кезек-кезегімен өткізіп жатыр ағайындар. Бірақ биылғы жылдың ерекшелігі бір апта бұрын қазір спорт дегенде үлкен саясат қой. Тем более президентіміздің тапсырмасы бар. Соңғы 33 жылға дейін халқымыздың 30% спортпен айналысу керек деген тапсырма бар. Соның аясында болу керек. Алғаш рет бір апта бұрын футболдан жарыс өтті Түркістанда. Сондан бүкіл қатысқан командалардың атынан, бүкіл үшата ұрпақтарының атынан түркістандықтарға алғысымыз шексіз, рахмет айтып келеді. Енді жаңа біраз спортшылардың, боксерларымыздың аттары аталды ғой. Футболдан да кенде емес біздің үшата ұрпақтары. Осы бауырларымыз, Бекзат деген бауырымыз бар Түркістаннан. Оспан Қарашықбаев деген бауырымыз бар. Мен ұлым бар, Қайсар деген. Жоғары лигаларда, шеберлер командасында ойнаған. Мен ойлаймын, осы турнир кеше ашылуында, жабылуында да тілек айттық. Осы жарыс біріншіден өтініш жасадық. Келесі жыл өткізетін ағайындар осы дәстүрлі осы бір апта бұрын өтіп тұрса деген. Тәжібай бауырымыз оны құттықтады. Құда қаласа осы дәстүрге айналатын болып отыр осы жарыс. Енді мені бір үлкен қуантқан бір жағдай. Қанжығыт ағамыз айтып кеткенде, бірақ көкелеріміз аға буындардың бәрін айтты бағана. Қарап отырсам, осы Шымкентте маған жігіттер қолға салды. Ағайын, сіз кәсіпқой футболшы болмасаңыз да, осы салада жүрсіз ғой, команда құрайық, біраз балалар жиналдық. Сондықтан тренировка жасайық деп, бір ай тренировка жасап, оған өзімнің үлкен баламды қостым, бір-екі іншектерді қостым. Қарап отырсам, тек футбол емес, мынау жерде тұрған Бауыржан бар, Абайхан бар, Шахмұрат, Берік деген жігіттер орта буын өсіп келе жатыр екен. Ағаларымыздың ізін қуып, келешекте осы үшатаның осы ынтымағын, осы туысқандығын ары қарай жалғастыратын мына шәкірттер бауырларымыз өсіп келіп қалған, соған қуандым мен. Міне біз де сол Шымкенттегі тренировкаларымызды, ойындарымызды ары қарай жалғастыратын болып келісіп жатырмыз. Құда қаласа ары қарай осы жалғасады. Сондықтан барлықтарыңыз осы бүгінге мен асымен құттықтаймын. Жаңағы Абыз ақсақал болып отқан, құрметті азамат болып отқан біздің үшатаның ұрпақтарын, ағаларымызды құтты болсын, інілеріміз. Керемет ұсыныс болып отыр жаңа Қанжығыт ағамыздың. Жаңағы музей жөніндегі керемет. Қанша соның жетіс келген біздің өзімізге жаңалық болды, кейбір ағаларымыздың жаңа айтқан. Мына железді дороганы басқарған, темір жолды, көптеген жаңағы ғылым докторлары, сондықтан өте құнды ұсыныс деп есептеймін. Сондықтан соған ағайындар атсалысады деген сенімдімін мен. Құтты болсын, осындай тойдан тойға жете береді. Рахмет көке, Аманғали көке. Рахмет аға. Бұл футболды ұйымдастыру серті
мынау шарты жас буындарды бір-бірімен таныстыру, алдыңғы буын ағаларымыз қалың араласып үш атаның жолын көрсетіп жүрген ағаларымыз алдымызда отыр. Мына жас буын жағы енді қатты араласқанға осындай спорт шаралары жақсы ма деп ойлап осындай спортты өткіздік. Ал жеңістеріңіз құтты болсын, бауырлар. Бәрекелді. Енді былай жасайық. Бірінші орын. Мегаполис командасы. Енді айтып өтетін тағы бір жай бар, спорт шараға 2 миллион теңге бөлінген. Футболы бар, қазір арқан тарысы бар, киер көтері бар, шыға беріңіздер, подаркының бәрі жетеді. Сол себептен жазып жатыр маяқта жігіттер, осы футболистер арқан тартысқа да, киерге де қатысыңыздар. Ар жақта күрес бөлек болып жатыр. Ал Құда қаласа, құтты болсын. Да, былай жасайық. Көке, кетіп қалмаңыз. Жақсылап бір естелік фото болсын. Енді мына ортаға тұрсаңыздар, көкемді ортаға алып, әдемі бір футболист сияқты болып тұрсаңыздар. Мен де осы жерде бір тұрып алайыншы. Енді мынау Өзбекстанның президент сияқты машина бере алмаймыз, бірақ ыстық ықыласымызды білдіріп жатырмыз. Сосын мына біздің арамызда Абыз Қария, көке кетпей отырыңыз. Абыз Қария Шайзидин көкеміз 80 жасқа келіп жатыр екен. Сол 80 жасқа бір ат мінгізсек деген ойымыз, мына ат кешігіп жатыр. Сол атты конвертке салып берсек па деген ойымыз бар. Шайзидин көке, ортаға келсеңіз. Шайзидин көкеміз 80-нің сеңгіріне шыққан көкеміз ортаға шақырайық қанеке. Шапан. Көке келіңіз, сіздің еңбегіңіз үш атаға сіңген. Оны бәрі де біледі. Үш ата ұрпақтарының шежіресін жазып жүрген Шайзидин көкемізге арнайы шапан шаттығымыз бар, қолдау көрсетіп, қошемет жасап, осы кісінің жасында осындай абыройлы болуыңызды Алла нәсіп етсін баршамызға. Үш атаның шежіресін қатқа түсіріп отырған Шайзидин көкемізге құрмет көрсетейікші ағайындар.